Арма қымбатты көрермен, эфирде еңбек адамы, бүгінгі кейіпкеріміз кім, мамандығы қандай, бірге білейік. Мен Жайылпаров Қайрат Тоқтарұлы, Семей көлік колледжінде өндірістік оқыту шебері және жүргізуші мамандығы бойынша еңбек етемін. Еңбек өтілім 33 жыл. Әкем тракторист болды, сол мамандықта жүріп техниканың жағына жақын болды. Қайрат Тоқтарұлы, енді өзіңіздің бір күндік жұмыс кестеңізбен таныс.